Қараңыздар, бүгін 6 июль менің счетыма 657 рубль ақша түсті. Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін сіздерге ойын арқылы пассивті түрде ақша табу тәсілін көрсетемін, телефон арқылы, және видеоның соңында сіздерді жақсы бонус күтеді. Сондықтан да осы схемадан ақша табу үшін видеоны толықтай көріңіздер. Бүгін біз Шаремтех сайт арқылы ақша табатын боламыз. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Бұл жаңа схема, сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер. Шаремтех сайты әртүрлі ссылкаларды сокращение жасайды. Сол ссылкамен басқа адамдар переход жасағанға бізге ақша төленетін болады. Енді осы сайттан ақша табу үшін біз 4 қадамды ғана қолданамыз. Біріншіден Telegram канал ашамыз, ол жерге чит-кодты салу керек болады. Екіншіден жаңа TikTok аккаунт ашу керек. Үшіншіден ссылканы сокращение жасаймыз, яғни жаңағы Шаремтех сайтында. Төртіншіден видеоларды жүктейтін боламыз. Енді барлығы сізге түсінікті болу үшін осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыз. Біз бастаймыз. Біріншіден осы Шаремтех сайтына кірдік. Ары қарай осы жерге өздеріңіздің электронный почталарыңызды жазасыздар. Регистрация жасау үшін. Регистрация жасап болғаннан кейін сіздерге почтаны подтвердить басу керек болады. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, Қазақстан бар осы жерде. Бізге 1000 переход жасағанға 373 рубль, және де телефон арқылы переход жасағанға 231 рубль ақша төлейді екен. Ары қарай стендофф чит-код деп мен осындай Telegram канал аштым. Telegram канал ашу өте оңай, оны өздеріңіз білу керексіздер. Мен өзімнің основной каналымды көрсетпеймін, тек қана жаңадан барлығын сіздерге көрсетіп жатырмын. Одан кейін чит-код осы жерде деп жазып қойдым. Ары қарай жалпы не істейміз? YouTube-қа жазамыз стендофф читы деп, немесе стендофф чит-коды деп. Одан кейін осы жердегі ең бірінші видеоны алуға болады, поделиться, копировать ссылку деп. Ары қарай осы ссылканы біз осы жерге вставить басамыз. Осылай жалпы өздеріңіз білесіздер, ол өте оңай. Мен қазір удалить баса саламын. Болды, біздің чит-код бар, яғни басқа адамдар біздің жаңағы ссылкамен переход жасаған кезде осы жерден чит-кодты ала алады. Егер сіздерге кішкене түсініксіз болса, осы видеоның соңына дейін көріңіздер, одан кейін барлығын түсінетін боласыздар. Екінші қадам, біз TikTok-тан жаңа аккаунт ашамыз. Мен стендофф код деп жаздым. Сіздер басқаша таңдауларыңызға болады. Бұл жерге біз не істейміз? Біріншіден изменить профиль басамыз. Одан кейін осы жердегі қарап тұрсаңыздар, описанияда бізде ссылка жоқ, сондықтан да ссылканы қосу керекпіз. Ол үшін үстіндегі управление аккаунтом, одан кейін переключить на бизнес аккаунт дегенге таңдаймыз. Далее басамыз. Бұл жерде біз игры дегенді таңдаймыз. Далее изменить профиль. Енді қараңыздар, бізде веб-сайт деген пайда болды, яғни осы жерге өзіміздің ссылкамызды қоятын боламыз. Достар, енді сіздер түсінген болатын шығарсыздар. Шаремтех сайтына біз кірдік, регистрация жасадық. Одан кейін үстінде осы 3 сызықты басқаннан кейін инструменты дегенді таңдайсыздар. Одан кейін ары қарай қарап тұрсаңыздар, осы жерге біз өзіміздің любой ссылкамызды сократить баса аламыз. Яғни осы ссылкамен басқа адамдар переход жасаған кезде бізге ақша төленеді. Одан кейін аналитикаға кірсеңіздер, осы жерде жаңа ғана көрсеттім сіздерге рейты. Одан кейін регион деп тұрған жерде бізде Россия бар, яғни Россиядан басқа адамдар переход жасауы мүмкін, немесе Қазақстан міне көрсетілген. Яғни компьютер арқылы переход жасаған кезде 1000 переходқа 373 рубль төлейді, немесе телефон арқылы переход жасаған кезде 231 рубль ақша төленеді екен. Яғни осы арқылы біз ақша табамыз. Енді қайтадан инструменті дегенді таңдаймыз. Біз жаңа ғана өзімізге Telegram канал аштық, оны сіздерге көрсеттім. Ол жерге кіремізде изменить басамыз. Тип канала частный, яғни осы ссылканы бізге скопировать басу керекпіз. Өйткені осы ссылкамен басқа адамдар переход жасайды. Және сол переходтың арқасында біз ақша табатын боламыз. Осы жерге мен жаңағы ссылканы вставить бастым, енді сократить деп басамыз. Міне достар, сократить шықты, көріп тұрсыздар, менің жаңағы ссылкам. Одан кейін статистика бар, яғни визиті қанша адам осы ссылкамен өтті, одан кейін қанша ақша бізге алып келді. Осының барлығын өздеріңіз көруге болады. Енді мен осы ссылканы скопировать деп басамын, ол үшін мына кнопкаға басамыз, скопировать. Ары қарай біз өзіміздің жаңағы ашқан TikTok аккаунтымызға кіреміз, изменить профиль. Одан кейін веб-сайт деп тұрған жерде өзіміздің жаңағы ссылкамызды қоямыз. Сохранить басамыз. Одан кейін описаниясына жазып қойға болады. Читы здесь деп. Енді келесі қадам, бізде осы аккаунтымызға видеоларды салу керек болады. Өздеріңіз көріңіздер, міне стендофф деп жазатын болсақ, осы жерде бізде көптеген аккаунттар бар. Міне осыны таңдайтын болсақ, қараңыздар, осындай видео салған үшін әрбір видеосы 793 мың, бірде 3 миллион, 284 мың, 290 мың, бірде 3 миллион,
яғни көптеген просмотр жинайды осы стендофф ойыны. Сондықтан да біз осындай видеолар салатын боламыз. Counter-Strike'қа ұқсас осы стендофф ойынын одан кейін адамдар көріп, біздің осы жердегі ссылкамызбен переход жасайтын болады. Міне біздікін көрсетейін қазір. Міне біздің ссылкамен, яғни переход жасап, олар читта алады. Сол арқылы біз де пассивті түрде ақша табамыз. Тағы интересныйға кіретін болсақ, осы стендофф деп жазамыз. Бұл жерде қарасаңыздар, тағы бір аккаунт бар екен. Бұл жерде де 113 мың, 38 мың, 15 мың, яғни көптеген адамдар осы ойын жайлы көреді. Ары қарай енді біз не істейміз? Біріншіден осы аккаунтымызға видеоларды салатын боламыз. Ол видеоларды қайдан алуға болады? Ол үшін стендофф деп YouTube-қа жазасыздар да осы жердегі видеоларды өздеріңізге жүктеп алып, кішкене отрезок жасап, соларды салуға болады. Қазір көрсетемін. Ары қарай былай жазуға болады: забирай читы в описании профиля, опубликовать. Міне достар, біз өзіміздің бірінші видеомызды салдық. Одан кейін осындайдан 10-15 видео салып тұру керек болады. Немесе күніне 2-3 видео салып тұрсаңыздар, олардың барлығы просмотр жинайды да сіздердің ссылкаларыңызбен переход жасайтын болады. Яғни әрбір переходтан сіздер ақша табасыздар. Енді келесі видеоны салатын боламыз. Міне достар, осылай жаздым. Ары қарай описаниясына да на стендофф в описании профиля. Міне біз өзіміздің екінші видеомызды салдық. Осындайдан көп видео салғандарыңыз дұрыс. Ары қарай біздің осы видеоларымыз көптеген просмотрлар жинайды. Сол просмотрдың арқасында адамдар осы біздің жаңағы ссылкамызбен переход жасайтын болады. Міне мен өзім жаңа ғана переход жасадым. Оның барлығы көрсетілген. Сондықтан да осы жерде 1000 переход болса, онда бізге 300-400 рубльға дейін ақша төленетін болады екен. Осындай достар керемет схема, сондықтан да міндетті түрде қолданып көріңіздер. Осы сокращение ссылкамен көптеген ақшаны табуға болады. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге тағы бір бонус дайындап қойдым. Ол сайт Faucet Bitcoin деп аталынады. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Бұл сайтта сіздер әрбір 10 минут сайын пассивті түрде ақша табуларыңызға болады. Біріншіден регистрация жасаймыз. Сайт ағылшынша болғанымен барлығы өте оңай. Біріншіден юзернейм, яғни өздеріңіздің аты жөндеріңіз, имейлдарыңыз, паспорт, яғни парольдарыңыз, одан кейін капчаны өтіп sign up басасыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін осы сайтта, яғни кран арқылы ақша табатын боламыз. Бізге ақшаны сатоши ретінде төлейді. Сатоши ол биткойнның ең аз түрі. Одан кейін ол сатошиді сіздер теңгеге немесе долларға ауыстырып алуларыңызға болады. Енді осы бонусты қолданып күнделікті ақша табу үшін үстінде 3 сызыққа басамыз. Одан кейін бізге бонус ретінде 100 сатоши берілді. Ары қарай Faucet деген кнопка бар, соны басамыз. Астында бізде таймер бар, осы таймерді күту керек болады. Одан кейін жерде я человек, яғни капчаны өтеміз. Claim басамыз. Міне достар, бізге 88 сатоши берілді. Енді осы жерден қосымша ақша табу үшін міне бізде 188 сатоши болды. Ол үшін қайтадан Faucetқа басамыз. Енді көрулеріңізге болады, яғни әрбір 10 минут сайын бізге осылай пассивті түрде ақша түсіп тұрады. Тек қана бір кнопканы басып тұру керек. Одан кейін ол ақшаны, яғни withdraw өздеріңіздің Bitcoin Cash кошелектарыңызға шығарып алуға болады. Осындай достар өте керемет схема, сондықтан да егер де ұнаса осы видеоға лайк басыңыздар, каналға подписка жасаңыздар, өйткені өздеріңіз білесіздер, апта сайын мен сіздерге өте керемет схемаларды шығарып тұратын боламын. Сол схемаларды бірінші болып қолдану үшін міндетті түрде подписка және колокольчикті басыңыздар. Және достар, осы жердегі ең бірінші видео және екінші видеоны көргендеріңіз дұрыс болады. Бұл жерде де керемет схемаларды көрсеттім, яғни қалай ақшаны шығарып алуға болатынына дейін. Ал сіздерге көп рахмет. Басқа видеоларды да көріп шығыңыздар.